Баршаңызға сәлем. Бүгін каналымыздың алғашқы рецептін қабыл алыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін біз сондай дәмді бәліш дайындайтын боламыз. Бізге 2 жұмыртқа, үй температурасында тұрған сары май, 72%-дан кем болмау керек, тоз, қопсытқыш, ванилин және қант керек, електен өткізілген ұн және қаймақ керек, 4 ас қасық мен сүт қолдандым. Енді жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Келесі сүт құямыз. Сіздер қаймақ салсаңыздар болады. Мен барлық құрамын видеоның астыңғы бөліміне жазып қоямын. Енді сливочный масло саламыз. Ол үй температурасында тұру керек міндетті түрде. Майды салғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Ұнды, ванилинді, тұзды, қопсытқышты барлығын електен өткізіп, бір немесе 2-ге бөліп, тестіға жақсылап араластырып аламыз. Қамыры қоюлана бастаған кезде жақсылап араластырып, қолымен жұмсақ қамыр илей бастаймыз. Егер сіздің қамырларыңыз бірікпей жатырса, онда кішкене сүт қосып жіберуге болады. Қамырды тегіс жерге қойып, жақсылап илеп аламыз. Міне бізде жұмсақ қамыр дайын болды. Енді оны салафанға салып, тоңазытқышта 1 немесе 2 сағатқа қойып қоямыз. Мен 2 сағатқа қойдым. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша арасына түрлі жеміс-жидектерден жасалған вареньелерден немесе жұмыртқа, джем, тағы басқа секілді тәттілерден арасына қосып жасай беруге болады. Енді сүзбеге 2 жұмыртқа, қантты өзіңіз қалауыңыз бойынша тәтті болған қаласаңыз, өте тәтті, онда көбірек салыңыз. Егер өте тәттіні қаламасаңыз, 50 грамдай немесе 100 грамдай жарай береді. Үстіне дәмі шығу үшін ванилин қосамыз кішкене. Енді жақсылап барлығын араластырып қоямыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырды 2-ге бөліп, оның бірін илеп аламыз. Илеп болғаннан кейін формаға пергамент қағазын төсеп, бағанағы илеген қамырымызды жайып, тегістеп формаға келтіріп аламыз. Формаға сәйкестендіріп, қамырды тегістеп дұрыстап аламыз. Керек емес жерлерін жаймен кесіп аламыз. Енді екінші қамырымызды илеп аламыз. Оны бөлек жерге қойып қоямыз. Енді начинкамызды құйып, оны тегістеп, жақсылап орналастырып аламыз. Тегістеу үшін форманы әрі-бері қозғалтсаңыз болғаны. Екінші жайған қамырымызды ұзын етіп кесіп аламыз. Видеодағыдай, егер де сіздерде ирелек кескіш болса, пышақта орнына соны қолдансаңыздар болады, онда өте әсем болып тұрады. Енді жаймен созып алмай қамырды осы видеодағыдай орналастырып аламыз. Яғни шахмат секілді. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын алып, жағып аламыз. Шанышқының көмегімен тегістеп аламыз жандарын. Енді 180 градуста пісіріп аламыз, өзіңіздің пешіңізге байланысты. Міне бізде дайын болды, сондай дәмді бәліш. Енді бетіне қант ұнтағын електен өткізіп сеуіп аламыз. Немесе өзіңіздің қалауыңыз бойынша қант ұнтағының үстіне құлпынай, таңқурай секілді жеміс-жидектерді қоюыңызға болады. Пищевой пленкаға орап суытып аламыз. Бұл пирогты шынымен әзірлеп көру керек деп ойлаймын, себебі бұның дәмін ерекше екенін тек пісіргенде ғана көре аласыздар. Сондай жұмсақ, жұқа болып шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.